Бар шындықты естіген анасы тілін тістеп есінен танып қала жаздады. Ана үшін бұл өте ауыр жаңалық еді. Бойы бір ысып, бір мұздап, қол аяғы ұйып, қан қысымы көтеріліп кетті. Дәрігер келіп дәрі екті. Біраз уақыттан кейін есін жиып, Арайлымды шақыртты. Анасының мұндай халін көрген қыз өкіре жылап, аяғына жығыла кешірім сұрады. Саған сеніп едік, әкең екеуміз. Сен не істедің, ұятсыз? Әкең етсе жер басқызбас сені, деп анасы Арайлымды шапалақпен салып жіберді. Өкініш пен көз жастар біраз уақытқа созылды. Арғы жақтан шырылдап жылап жатқан Марленді сондағы қыздардың бірі алып кірді. Баласына бір, анасына бір қарап Арайлым жалтақтап тұрды. Алғаш немересін қолына алған нағашы апасы, «О, тоба, жасаған сабыр бере көр», деп көз жасын тағы да бір төгіп алды. Айқай ашудан соң Айжамал өзін сабырға шақырып, қызымен оның бөлмесіне барды. Ауылға келмей кеткеніңнен қорқып едім. Осы сенің, өзіме де обал жоқ, бос жіберіп қойдым. Бетіңмен кеттің, деп ашулана қызына біраз нәрсе айтты. Әңгіменің соңында бұл масқараны әкең білмесін деп нақтылап айтып кетуге жинала бастады. Айжамал ауылға барған соң бұл жаңалық туралы ешкімге жақ ашпады. Аналар үйінен кейін Арайлым Нұржамал әпкесінің үйіне көшіп барды. Анасы Нұржамалға бәрін түсіндіріп, ешкімге тіс жармауын өтінді. Нұржамал ұлын оқыту үшін қалаға көшіп келген. Жастай жесір қалып, екінші рет күйеуге тимеді. Аналар үйіне барған соң Арайлым босанбай тұрып, тігін курсын оқып алған. Қазір сол бойынша тапсырыстар қабылдап, үйде отырып, аз да болса өз напақасын тауып отыр. Күз болса да ауа райы тамаша. Арайлым Марленді қол арбасына салып серуендеуге шықты. Жолай дүкенге соғып, ұлына сусын алды. Дүкен маңында жаңадан ателье ашылып жатыр екен. Соған көмекші керек екенін дүкендегі кісі айтып, Арайлымға номерін берді. Жаңа жұмысы Арайлымның көңілінен шығып, бар ынтасымен жұмысына арнады. Клиент те үзілмей, күнде бірнеше тапсырыстар келеді. Қасындағы Сымбат әпкесімен тез тіл табысып та кетті. Әзірге Марленді Нұржамал әпкесі қарап беріп жатыр. Ол кісінің де көңіліне қарап, келерде азық түлігін көтере келеді. Таңертең Арайлым Марленді тамақтандыра сала, жұмысына асығыс шығып кетті. Аяқталмай қалған тапсырыстарын аяқтап, клиенттеріне өткізу керек. Сымбат хабарласып, жолда келе жатқанын айтты. Ол кісі келгенше Арайлым ішті жинап реттестіре бастады. Сыртқы есік ашылып, ішке егделеу ер адам кірді. Жартылай орысша сөйлеп, шалбардың балағын қысқартуды сұрады. Арайлым шалбарды өлшеп алып, жарты сағатта дайын болатынын ескерді. Ер адам «Хорошо» деп сыртқа шығып, арада жарты сағат өткенде қайта айналып келді. Қолында қымбат тәттілер. Арайлымнан тапсырысын алып, төлем жасады. Кетерінде әкелген тәттілерін Арайлымға ұсынып, «Вы красивая» деп күлімдей шығып кетті. Мынаның есі дұрыс па? Деп іштей күңкілдеп тұрғанда Сымбатта ішке кіріп келді. Арайлым бар жағдайды түсіндірді. Сымбат қарқылдай күліп, саған қырыңдап тұрған ғой, деп ішегі қата күлді. Артынан ондай болып тұрады, шедри клиенттерден, деп күлкісін тыйып жұмысқа кірісті. Арайлымның анасы қалаға келіп, қызы мен немересінің қал жағдайын біліп, қысылып қалмаңдар деп азық түлік пен қаражатын беріп кетті. Өсіп келе жатқан Марлен немересі сондай тәтті, күнәдан пәк періште еді. Анасы аз күрсініп қызына ауылға келіп қайт. Әкеңнің де денсаулығы сыр беріп жүр, сені жиі сұрап қояды. Марленді 1-2 күн Нұржамал қарап берер, деп жолға жиналды. Арайлым күні бойы әкесін ойлап, жүрегі қарс айырылды. Қан диабеті бар, әкесін көптен бері мазалап жүр. Әке алдында сенімін ақтай алмай, сезімге беріліп, оқуын аяқтамай, жақындарын қарабет қылғанына Арайлым қатты өкінді. Меліске сеніп, онымен танысқан күнді қарғыс атсын деп тамағына кептелген ащы өксікке қинала тұншықты.
Бәрі жақсы деп ел бетіне өтірік бақытты көрінгенімен Арайлымның өмірі бетперделі өмір еді. Әкесінен жасырған сыры, Марленді айта алмаған құпиясы қыздың тыныштығын алды. Бетперделі өмірінің көп бөлігі өкініш пен мұң еді. Ақыры әкесін сағына Арайлым ауылға барып келуді жөн көрді. Олын Нұржамал әпкесіне қалдырды. Марлен омыраудан ерте шығып кеткен. Көптен бері туған үйіне, ата-ана бауырларына келе алмай енді келген Арайлым ыстық жасын сүрте ауылға кірді. Әдеттегідей анасы күйбең тіршілікпен даланың жұмыстарын жасап жүр екен. Қызын құшақтап, анасы да оның келгеніне қуанып қалды. Үйге кіре бірден төргі бөлмеге өткен Арайлым әкесін көре құшақтап, сағыныштан көңілі тағы да босап кетті. Әкесі бұрынғыдан азып, бозарып, жүдеу тартып қалыпты. Бұл үйдің еркесі, кенжесі Алмада бой жетіп, анасына көмектесіп жүр. Лезде дастархан жасалып, бәрі асқа отырды. Анасының қою күрең шайы мен ыстық наны астың көркін аша түсті. Таң ата Арайлым ерте оянып, шай қамын дайындауға анасына көмектесті. Анасы жаңадан сауылған сүттен иісін бұрқырата қаймақ тартып қойыпты. Қасына келген қызына әкең сені күтіп отыр, айтары бар деп аз қайырды да қызын сонда жіберді. Не айтар деп ойлана аяғын ақырын баса әкесінің жанына келді. Әкесінің қабағы аздап қатулы. Қызына жайланып отыр. Анаң сен жайында бәрін айтқан маған. Басында бұл масқараны естіп сенбедім. Қаным басыма шаба ашуландым. Ана сені қорлаған итті әрі-бері таныстардан көмек сұрай іздеп таптық. Оңбаған басқа елге ұшар кезінде қолға түсті. Талай қыздың көз жасына қалыпты. Ақыры түрмеге жабылды. Оңбаған әлі Алла алдында жазасын өтейді. Ол сүмелектің күнәсі шаш етектен деп түтігіп кетті. Әкесінің інісі бақуатты, қолы ұзын, сыйлы адамдармен жолдас. Сол кісінің арқасында мел соңай табылыпты. Арайлым төмен қараған күйі, әкесінің бетіне қарай алмай, жанарын жасқа толтыра дауысы дірілдеп, «Әке, кешіріңіздер, үлкен қателік жасадым. Осы күнге дейін менің өмірім бетперделі өмір болды. Өтірік күліп күрсіне жыладым» деп ары қарай әңгімені жалғастыра алмады. Арайлымды бауырына баса, «Сені кешірдім, қызым. Енді шалыс баспа. Өмір деген ойыншық емес. Ондай иттерден аулақ бол» деп біраз ақылын айтты. Арайлымның үстінен үлкен жүк түскендей жеңілдеп қалды. Түстен кейін ата-анасы қыздарын жолға шығарып салды. Жол үстінде Арайлым әкесінің мейірімге толы жүрегін енді кірлетпеуге өзіне уәде берді. Алаяқ мелістің тез құрықталғанына қуанды. Көз жасы босқа кетпепті. Көңілі орнына түскен Арайлым қалаға келіп, ұлына жеткенше асықты. 2 күн көрмеген анасын ұлы да сағынып қалыпты. Нұржамал әпкесіне ауылдағы әңгіменің бәрін Арайлым түгелдей айтып берді. Нұржамал да қуанып, арсыз сүмелектің жазасын алғанына қуанды. Жұмысқа ерте барған Арайлым әдеттегідей бөлмені тазалықтан бастады. Заттардың бәрін ретімен қойып, аяқталған тапсырыстарды клиенттеріне дайындап қойды. Ателье маңында жүргізуші болып жүрген Руслан деген жігіт Арайлымды сыртынан біраз уақыт бақылап жүрген. Ұнатып қалған сынды. Түске таман Руслан ательеге кіріп, тапсырысы болмаса да жай шалбардың балағын сылтау етіп, қызбен жақын танысқысы келді. Тапсырысын берген жігіт қызды әңгімеге тартып көрген еді, Арайлым артық сұрақтарға жауап бермеді. Жігіт атаулыдан көңілі әбден қалса керек. Сымбат Русланның түр әлпетіне қарап, нашар жігіт емес деді. Сонда да біраз байқау керек деп Арайлымға өз пікірін айтты. Аузы күйген үрлеп ішер дегендей, қыз бұл тақырыпты ұната қоймады. Онсыз да бір сорлаған басы тағы да күйреткісі келмеді. Басты арманы ұлын өсіріп, өзі де аяққа тұрып, ата-анасын қуантқысы келеді. Тапсырыс бұрынғыдан қарағанда әлде қайда көбейіп,
Тұрақты клиенттер де ылғи осында келетін болды. Сапалы жұмыс, жылдам тапсырыс кімді де болса қуантары сөзсіз. Сымбат та Арайлымға бауыр басып, сенім артып, өз сіңілісіндей көрді. Өзі де жастай өмірдің соққысын көп көрген. Күйеуі екеуі 10 жыл бір шаңырақта тұрып, ауыр дерттен күйеуі көз жұмады. Артында қалған 2 ұлды оқытып, аяқтарынан тұрғызды. Сол ұлдарының бірі анасына сүйікті іс ретінде ателье ашып беріп, ішіне жаңа жабдықтар алып берді. Сондықтан да Сымбат Арайлымды жақсы түсінеді. Марлен де бірден асып, аяғымен жүріп, анасын қуантты. Ұлының алғашқы қадамдары сондай тәтті. Арайлым Марленге жақын маңнан балабақшаға қарастырып, ақыры оны да тапты. Нұржамал әпкесі базарға саудаға шығатын болды. Ауылдағы жыбыр, қыбыр, күйбең тіршілікке үйренген кісі қалада бос отыра алмады. Руслан ательеге келіп, тапсырысын алды. Арайлыммен жылы амандасып, рахметін айтты. Әңгімені көп созбай, Арайлым одан ары жұмысын жалғастырды. Русланмен бірге ілесе шыққан Сымбат одан әрі қызды мазаламауын сұрады. Онсыз да бір оңбағанның кесірінен өмірі быт-шыт болғанын айтты. Жаны жаралы Арайлымды жайына қалдыр деп ашығын айтты. Руслан үнсіз тұрып, ішке кіріп бара жатқан Сымбатқа: «Әпке, Арайлым жақсы қыз екенін білемін. Еш қылтың-сылтыңы жоқ екенін де байқап жүрмін. Осы ателье ашылмай тұрып, мен мұнда біраз жылдан бері такси жүргізушісі болып жұмыс жасап келемін», деп бар әңгімесін одан ары аша түсті. Мұндай әңгімені күтпеген Сымбат бажырая жігітке қарады. Қысқасы Руслан Арайлымды ұнататынын, оны ұлымен бірге қабылдауға дайын екенін жеткізді. Арайлым екеуінің одан ары жақын танысып, тіл табысып кетуіне Сымбаттан көмек сұрады. Сымбат ештеңе деп уәде бермеді. Клиенттердің біраз тапсырысын жіберіп, Сымбат пен Арайлым шайға отырды. Шай үстінде Русланның әңгімесі айтылды. Арайлымның көңілі түсіп: «Жоқ, керек емес. Танысқым келмейді ешкіммен», деп нақтылап айтты. Сымбат іштей расымен де қыздың жарасы әлі жазылмағанын, уақыт керек екенін түсінді. Руслан жағдайды естіп, Сымбатқа қанша уақыт болса да қыздың шешімін күтетінін айтты. Марлен балабақшаға сәтті қабылданды. Енді таңертең Арайлым бірінші балабақшаға ұлын апарып, содан соң жұмысқа келетін болды. Ұлын әдемі киіндіріп, өзі де үстіне бір киер жақсы киімдер алды. Сымбат әпкесі Арайлымға қазірден бір мамандықты оқып ал деп кеңесін айтты. Бұл ұсынысқа қыз қуана келісті. Өзінің басты арманы дәрігер болу еді. Сол арманына бір қадам болса да жақындауды жөн көрді. Ақыры Сымбат әпкенің арқасында 2 жас тіл табысып, жақын таныса бастады. Руслан қарапайым, түсінігі мол жан еді. Арайлым бұл жігіт жөнінде ауылына барып, ата-анасымен ақылдасты. Анасы қызының бақытын тіледі. Әкесі Арайлымға: «Қайда болсаң да аман бол, қателеспессің деген үміттемін. Бақытты бол», деп қызы үшін көңілі босап кетті. Көп ұзамай 2 жақ бір-бірімен жақын танысты. Русланның отбасы өздері сынды қарапайым жандар екен. Руслан жалғыз ұлдары, өздері зейнет жасындағы кісілер екен. Арайлымның ата-анасы ол кісілерден ештеңе жасырып қалмады. Баласының барында айтты. Ата-анасы басында қарсы болыпты. Кейін Руслан өзінің ол қызды шын ұнататынын, одан басқа жанға үйленбейтінін айтып, ақыры көндіріпті. Арайлым ақ келін атанды. Марленді де қолына алды. Қаланың бір жақсысы, ауылдағыдай өсек аян жоқ. Ешкімнің бір-бірінде ісі жоқ. Жас келін ата-енесіне барынша қызмет етті. Күнделікті тіршіліктен қарт ананың да қолы босап, жаны тынып қалды. Расымен де келіннің аты келін. Бәрі дайын. Арайлым жұмысын одан ары жалғастырды. Оқу жайын Русланға айтқанда, күйеуі өзінің қолдайтынын айтты. Үй мен жұмысты қатар алып жүрген келіншегіне Руслан дән риза. Отбасылы болған соң, күйеуі жаңа бизнесті қолға алды. Машина айдаумен қатар өзі шебер еді. Ағаштан жасалған дүниелері
көздің жауын алардай. Шеберхана жалға алып, Руслан сол идеяны жүзеге асырды. Алғашқы тапсырыстарда қабылданып үлгерді. Ішпейтін, шекпейтін күйеуі әзілге де өте жақын. Жүрген жері позитив. Келіншегінің аяғы ауыр екенін білгенде Руслан жүрегі жарылардай қуанды. Басына түскен қиындықтан кейін Алла осындай күйеуді жолықтырғанына арайлым тәубесін әрқашан ұмытпайды. Бетперделі өмірден құтылып, шынайы өмір сүріп жатқанына қуанды. Өтірік күлмей, риясыз шын күлуді үйренді. Айы күні жетіп, екінші рет арайлым ана атанды. Өмірге Марленнің қарындасы Медина атты сұлу келді. Жас отбасының үйі бөбектердің сыңғыр күлкісі мен іңгәлі үніне толды. Қос қария да осындай күнге жеткеніне мәз мейрам еді. Алла бір қиындықтың артынан қуанышты расымен де еселеп береді. Кейіпкер де жастайынан шалыс басып, біраз қиындықтан кейін өз бақытына қол жеткізді. Өмірден үлкен сабақ алды.